Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. Сабақ басталмас бұрын бір-бірімізге жақсы көтеріңкі көңіл күй сыйлайық. Олай болса бәріміз ортаға келейік. Майшам арқылы бір-бірімізге жақсы тілектер айтайық. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні. Бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Бүгін бәріміз алғыр болайық. Бүгін бәріміз ақылды болайық. Бүгін бәріміз ұйымшыл болайық. Бүгін бәріміз жақсы қатысайық. Бүгін бәріміз топпен жұмыс істейік. Бүгінгі сабақта дарындылық танытыңдар. Бүгінгі күн қандай тамаша. Бүгін көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Әрдайым ақылды болыңыздар. Жақсы. Олай болса балалар, біз енді топқа бөлінеге. Топқа бөліну үшін мына жерде жеміс жидектердің суреті салынған. Әркім өзінің жақсы көретін жеміс жидегін алсын. Ар жағында асқа байланысты мақал мәтелдер бар, сол бойынша топқа бөлінейік кәні. Топқа бөліне орында жылдам. Жылдам. Мақалды көрдіңдер өздеріңе? Жақсы. Шуламайыз кәні. Кәні, бірінші топ, сендерге қандай мақал мәтел түсіпті? Ас адамның арқауы деген тақырып түсіпті. Сендерге? Ауру астан, дау қарындастан. Жақсы. Олай болса, бірінші топқа мен денсаулыққа пайдалы тағамдар деп ат қойдым. Топтарымызды әдемілеп қояйық. Екінші топ денсаулыққа зиянды тағамдар деп аталады екен, Қазан және өңеш қатерлесіздігіне қарсы қорғайды. Жүрек ауруы қаупін 20%-ға дейін азайтады. Фасоль салмақты реттеп, қан құрамындағы қантты қалыпқа келтіреді және жүрек ауруларынан қорғайды. Балық қартаюға қарсы ең жақсы асық. Арқан балығы, сардина, скрумбия балықтарының құрамындағы омега-3 миды және жүректі қорғайды. Сіңір тізімін реттеп, қан құрамындағы қантты қалыпқа келтіреді. Сүт витамин, минерал және пайдалы бактерияларға өте бай. Қатерлі ісікке қарсы күресетін CLA қышқылын да қамтиды. Жаңғақты аптасына 5 рет жеу ұстамалы жүрек ауруы және жүрек ауруларының қаупін 30-50%-ға дейін азайтады. Бір күнде 25 граммдық жаңғақты жеу жеткілікті. Ет. Жайлауда жайылған малдың еті, яғни өңдеуден өтпеген еттер омега-3 витаминіне бай болып табылады. Қалыпты мөлшерде қолданылғанда қатерлі ісіктен қорғайды. Ақуыз және B12 витаминінің қайнар көзі. Жұмыртқа ең зиянсыз ас. Ақуызға бай, бірақ калориясы төмен. Миды қорғайды және көз саулығын күшейтеді. Брокколи барлық қатерлі ісіктердің қаупін азайтады. Минерал және витамин қоры өте жоғары. Денені токсиндерден тазалайды. Алма өкпенің қатерлі ісігі, астма және қант диабетіне қарсы пайдалы. Құрамында сүйекті қуаттандыратын К витамині бар. Анар антиоксиданттарға бай, қан қысымын реттейді, тамырларды қорғайды және ісіктердің үлкеюіне тосқауыл болады. Көкшай тыныс жолы, ұйқы безінің, асқазанның қатерлі ісікке шалдығу қауіптерін азайтады. Салмақ реттелуін оңайлатады. Қара жидек қатерлі ісіктен қорғайды және есте сақтау қабілетін жақсартады. Сонымен достар, видео ұнаса Ал балалар, видеодан не көрдік және осыдан қандай ой түйдік? Кәні сендер не айтасыңдар? Бірінші топ. Пайдалы тағамдармен таныстық және де оларды күнделікті жеу керектігін білдік. Пиязда А дәрумені бар екен. Ал және де сүттен адамның сүйектерін қатайтатындығын білдік. Видеодан осыны көрдік. Ал сендер не түсіндің кәні? Біз бұда пайдалы тағамдардың тізбесін білдік және бұны қай кезде тұтынатынын білдік. Жаңғақ миды жақсартатынын және пияз тұмаудың алдына алатынын білдік. Жақсы, отыра қойыңдар, Енді, міне, осыған қарап, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыңдар? Яғни денсаулыққа пайдалы тағамдар екен. Ал енді, бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін
синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазу. Ал сабақ мақсатымен танысып болсақ, сәттілік, оқулықты ашамыз, бүгінгі тақырыпқа қараймыз, бізге оқылым мәтіні беріліпті. Кәне, оқылым мәтіні бойынша жұмыс жасаймыз. Мәтінді оқимыз өзіміз. Әркім өзіміз жұмыс жасаймыз, оқимыз. Бірінші топ, сендерге осы оқылым мәтіні бойынша мәтіндегі пайдалы тағамдардың тізбесін жасайсыңдар. Екінші топ, мәтін бойынша қазақ халқының ұлттық пайдалы тағамдарының тізбесін жасаймыз. Мәтінді оқып танысып аламыз, танысамыз, сөйтіп әркім өзімізге берген тапсырманы орындаймыз. Мәтінді оқыды, ал топпен жұмыс жасаймыз. Барлығымыз бірігіп, соның ішінде пайдалы тағамдарды табамыз. Сендер қазақ халқының ұлттық пайдалы тағамдарын, біз мәтіндегі пайдалы тағамдарды Шахназға көмектесеміз, мәтінді табамыз, біз Аружанға көмектесеміз. Жақсы, топпен жұмыс жасаймыз. Жақсы, бәріміз қатысамыз, дұрыс. Мал етін жаза қойыңдар. Мәтінде бар, Ayran, süt, beşparmak, beşparmak var mı? Болған топ, шапалақ сол, белгі береміз, Бұл топпен жұмыс бізге ұйымшылдықты және шапшаңдықты қажет етеді екен. Ал бірінші топ оқимыз. Көрсет. Екінші топ, бірінші топтың жұмысын тыңдаймыз. Қазір бағалаймыз біз, сондықтан Бізде мәтінде шыққан сөздер жеміс жидек, ат бұршақ, сүт, жаңғақ, балық, мал еті, жұмыртқа, орам жапырақ, алма, пияз, сарымсақ, көкшай және анар. Ана, жақсы. Отыра ғой, Дамира, өте жақсы. Ал, Қазақ екінші топ. халқының пайдалы тағамдары: қой еті, қымыз, құрт, қаймақ, шұбат, саумал, айран, сүт, бешбармақ, сармай. Сармай. Жақсы, отыра қойыңдар. Енді екі топ біз бұл тапсырмамызды екі жұлдыз бір тілек арқылы бағалап кетейік кәні. Кәні, бірінші топ, екінші топты бағалаймыз. Кім бағалайды кәні? Кәні, қайсымыз бұл жылдан? Тұрып, біреуің, бір мүшесі бағаласын топтың. Қазақтың ұлттық тағамдарын біледі екенсіңдер. Дұрыс. Ұйымшылдық, шапшаңдық танытып жүрдіңдер. Жақсы. Және де топта барлық мүшелері белсене қатысу керек. Жақсы. Сендер? Бірінші топ, сендер өте алғыр болыңдар. Бұл жұмысты жақсы орындап шықтыңдар. Ал, қандай тілек айтамыз? Бұлар қандай кемшілік жіберіп қойды? Бұл жерде кемшілік жоқ. Себебі олар жақсы атқарды, топтық жұмысты ұйымшылдықпен және шапшаң болды. Жақсы. Бұларда кемшілік жоқ екен. Жақсы. Отыра қойыңдар балалар. Енді ой түрткіге қарайық. Оқулықта қандай тағамдарды жақсы көресіңдер? Денсаулыққа пайдасы жоқ тағамдар болуы мүмкін бе дейді. Кәні, біз қандай тағамдарды жақсы көреді екенбіз? Айта қойыңдаршы, қандай тағамды жақсы көресіңдер? Кәні, қандай тағам? Мен Қарбызды, содан бәрі? Жұмыртқа, Шие. шие, Алма. алма. Сендер? Жүзім, анар. Жүзім, қаттырақ. Құлпынай. Анар. Анар, құлпынай. Жақсы. Енді бізге былай айтты. Екінші, денсаулыққа пайдасы жоқ тағамдар болуы мүмкін бе дейді ол. Денсаулыққа пайдасы жоқ тағамдарда болуы мүмкін екен, Ал енді
тақтаға қарайық. Яғни, ғалымдар зерттеп, денсаулыққа зиянды 10 тағамды атап көрсеткен екен, е? Кәні, Мадияр, қандай тағамдар екен? Атап берші бізге анықтап әдемдеп. Газдалған сусын, консервідегі еттер мен жартылай фабрикаттар, қытырлақ картоп, құтыдағы дайын сорпа, маргарин, фастфуд, тәтті тоқаш, қант, сүт, ұн. Жақсы. Енді осы денсаулыққа пайдасы жоқ тағамдар туралы біз сендерге мәлімет жинап келіңдер дегенбіз, үйден. Қандай мәлімет жинап келдік? Ал айта қойыңдар. Маргариннің құрамында трансмайлар көп. Ол адам бойындағы холестериннің санын көбейтеді және қан айналымына әсер етеді. Жақсы. Біз қантты өте жақсы көреміз. Қантты көбінесе жей беруге болмайды. Қанттан қант диабетіне ұшырауы мүмкін. Семіздік кейде әкеліп соғады. Жақсы, әділет. Жақсы, зент кепті. Клиниканың зерттеу нәтижесінде аптасына 2 бөтелке газдалған сусын ішсе, адам ағзасында қатерлі ісіктер пайда болады. Өте жақсы өтеу. Дамира. Фастфуд. Фастфуд ол өте тез дайындалатын тағам. Оны алғаш рет құйылған майға дайындайды. Ол адамның өміріне өте зиян. Себебі ол адамның аш-жек жолдарына зиян болып келеді екен. Жақсы. Тәтті тоқаштар. Адамдардың барлығы тәтті тоқаштарды жақсы көреді, бірақ та тәтті тоқаштың құрамында не бар екенін білмейді. Тәтті тоқаштың құрамында қант және де ұн бар. Қант және ұн оларды жүрек талмасына әкеліп соғады. Жақсы. Ал, екінші топ Мери. Консервідегі еттер. Консервідегі еттер ол тікішектің қатерлі ісігіне әкеліп соғады. Олар сондықтан қатты зиянды тамақтардың қатарына қосылады. Өте жақсы. Қытырлақ картоп, біз оны жақсы көреміз, бірақ оның құрамында майлар өте көп. Ол адам өміріне қатерлі ісік тудырады және холестериннің деңгейін арттырады. Жақсы. Балауса. Біз сүтті көбінесе пайдалы тағамдар қатарына жатқызамыз, бірақ сүтте лактоза бар екен. Ол асқазан ауруына әкеліп соқтырады. Яғни асқазан кептіреді екен, сүт жақсы, Досжан. Құтыдағы дайын сорпа. Құтыдағы дайын сорпа ол өте ұзақ тұрып қалғандықтан оның асқазанға зияны бар. Жақсы. Ұн бізге қауіпсіз болып көрінеді, бірақ онда көмірсулар бар. Бірақ біз оны көп тұтатын болсақ, көмірсулар асқазанның асылуына әкеледі. Яғни көп тұтынсақ, деңгейінен көп тұтынсақ, ол асқазанға ауырлық салмақ салады екен, я? Жақсы балалар, жарайсыңдар. Сендер үйден зиянды тағамдар туралы толық мәлімет алып келдіңдер, я? Міне, денсаулыққа зиянды тағамдар. Біз қазір күнде өте жиі қолданылатын тағамдарымыз, я? Фастфуд өнімдері, консервідегі ет, газдалған сусын, балмұздақ және шұжықтар екен, я? Олар бізге өте денсаулығымызға зиянды тағамдар екен. Ал сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Кәне, үшінші тапсырмаға қарайық, үшінші тапсырмаға. Аружан, не істеңдер дейді, бізге қандай тапсырма берді? Кәне, біз таныстыра қойшы. Кестені пайдаланып, дәрумендер денсаулығымыздың дәнекері деген тақырыпқа мәтін құрыңдар. Мәтін құраймыз. Кәне, кестені пайдаланып, мәтін құрайық. Дәрумендер денсаулығымыздың дәнекері деген тақырыпқа. Тақтаға да қойып қойдық. Қандай дәрумендер қай тағамда кездесетін? Кәне енді мәтін құраймыз, я? Жақсы, жұмыс істейміз. Кәне барлығымыз жұмыс істейміз. Бір-бірімізге көмектесеміз. Жинақы мәтін құрамыз, я? Бұл жолы жинақы мәтін құрайды екенбіз. Біздегі дәрумендер кестеде тұр, я? Сол кестені пайдаланамыз, я, мәтін құраған кезде.
ұйымшылдықпен бір-бірімізге көмектесеміз, топпен жұмыс жасаймыз, иә? Сосын мәтінді бөліп оқимыз, иә? Топта жаңағы белсенділік танытамыз, барлық оқушының қатысуын қамтамасыз етеміз. Сондықтан мәтінді топ басшылары бөліп беруімізге болады. Болған топтар шапалақтап белгі береміз, иә? Жұмысымызды болғанымызды білдіреміз. Екінші топты күтейік. Екінші топта болып қалдыңдар ма? Кәне, болдық па? Кәне, шапшаңдатыңдар енді. Екінші топ. Болдық па деймізді? Жақсы. Бірінші топ, бірінші болғандықтан мәтінді бірінші топ оқиды. Кәне, Мадияр. Дәрумендер денсаулығымыздың дәнекері. Өйткені дәрумендер адам өміріне пайдасы көп. Олардың әртүрлі пайдалары бар. Мысалы, Б дәрумені күріште, ашытқыда, бидайда, картопта, бауырда, сүтте, етте, жұмыртқада, салаттарда кездеседі. Олардың пайдалары әртүрлі. Мысалы, сүт адам өмірін ұзартады. Картоп көздің көруін жақсартады. Сондықтан да дәрумені көп тағамдап жеу керек. Және басқа да Б дәрумендері тағамдарында әртүрлі пайдалары бар. Күнделікті жесең, шымыр мықты боласың. Жақсы, өте жақсы. Тағы да Дәрумендер денсаулығымыздың кепілі. Бауырда, сүтте, балықтың олдырығында, жұмыртқада, қызыл сары жемістерде А дәрумені кездеседі екен. Осы тағамдарды жеуге кеңес беремін. Бұл тағамдар көздің көруіне көмек береді. жақсы. Болма сендерде? Ал екінші топқа оқи қойыңдар. Көкөністерде, жемістерде, сүтте, бүйректе С дәрумені бар. Оны біз көп жесек, денсаулығымыз мықты күшейеді. Мықты болады, күшейеді. Жақсы. Дәрумендер денсаулығымыздың дәнекері. Балық майында, бауырда, бүйректе, жұмыртқа сарысында, сүтте, сары майда Д дәрумені өте көп кездеседі. Мен бұны отбасына тұтынуға кеңес беремін. Жақсы. Адам өміріне А дәрумені өте пайдалы. Өйткені А дәрумені бауырда, сүтте, балықта бар. Ол адам өміріне пайдасы зор. Жақсы. Жарайды, тапсырманы дұрыс орындадық, иә? Енді осы тапсырманы қалай орындағанымызды бас бармақ әдісі арқылы бағалаймыз. Кәне бірінші топ, екінші топтың жұмысын бағалайық. Жақсы. Ал неге жақсы деген баға қойыпты? Себебін түсіндіріңдер. Себебі олар мәтінді дұрыс жасады. Олар барлығын ойлары да дұрыс болды. Бірақ оларға әлі шапшаңдық қажет деп ойлаймын. Өйткені олар сәл кідіріп қалды. Мәтінді дұрыс оқыды ма интонациямен? Иә, дұрыс оқыды. Интонациясын сақтап, дұрыс оқыды. Бірақ сендерге шапшаңдық қажет екен. Ал біз бірінші топты бағалайық. Жарайсыңдар. Себебі біз сендерді бастамақпен бағалаған себебіміз сендер кестені дұрыс құрастырып шығардыңдар. Сендер дәрумендерді де таптыңдар. Сендерге біз жарайсың деген баға береміз. Жақсы. Өте тиімді пайдаландық. Дұрыс, керемет, шапшаңдық танытты. Жақсы. Олай болса енді бері қараңдаршы. Біз жұмысымызды ары қарай жалғастырып, сергіту сәтінде дәрумендер біздің досымыз тақырыбында кішкене сергіп алайық, иә? Мен мынау сендерге витаминдер, иә, мынау дәрумендер. Осыдан мына әріптерді алыңдаршы. Бұл дәрумендер. А, Б, С дәрумен, иә? Солай қой. Иә, А, Б, С дәрумені. Енді барлығымыз қараймыз. Әркім өзіне керек дәруменді алды. Енді мына жерде мен түрлі түсті суреттер көрсетемін сендерге. Осы суреттерде қай дәрумен бар? Сол орнымыздан тұрып, қол шапалақтаймыз. Екі рет. Мысалы менде А дәрумен кездессе, түсінікті ары қарай.
қандай дәрумен кездеседі, сол дәрумен орнынан тұрсын. Анар. Қандай дәрумен бар анарда? Қандай дәрумен бар екен? А дәрумені. Сендер не отырсыңдар а дәрумен, иә? Екінші, жаңғақ. Жаңғақта қандай дәрумен бар? С дәрумені бар. С дәрумені бар. Сендердің сыларың қайда? Кішкене ұйымшылық танытайық. Сендерде бар ма? Сен де шапақтай ғой, орныңыздан тұрып, иә? Жақсы. Мынау қызанақ. Е дәрумені бар. Е дәрумені бар екен. Дұрыс. Әдетте таба білді. Жақсы. Мынау көкөністер, иә? С дәрумені бар. С дәрумені бар екен. Не барлығымыз тануымыз керек, иә? Ал қайтадан алмадан С дәрумені бар. С дәрумені бар? А С дәрумені бар. дәрумені бар. Жақсы. С дәрумені бар және А дәрумені бар екен, иә? Ал қауын. Қандай дәрумендер бар? В дәрумені бар екен. Жарайды, жақсы досжан. Міне, бұл дәрумендер біздің досымыз екен, иә? Онда барлығымыз орнымыздан тұрайық та, шапалақтайық. Яғни барлық көкөністерде дәрумендер өте мол. Жақсы. Жарайсыңдар. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз енді. Жалғастырамыз. Кәне тыңдауымға қарайық. Енді 4-ші тапсырмаға қарайық, иә? Бізге тыңдауым тапсырмасы беріпті. Мадияр, түсіндіріп жіберші бізге қандай тапсырма берілген екен? Қайтағанның қай ағзада пайдасы бар екенін түртіп алу кестесіне жазыңдар. Тыңдаған материалдар бойынша отбасыңа қандай кеңес берер едің? Жақсы. Енді тыңдауым. Кәне мұқият тыңдаймыз. Түртіп алып отырамыз керекті мәліметті. Саулыққа пайдалы тағамдар. Сәбіз бен орам жапырақтың қызылшаның құрамында көз көруін жақсартып, теріні қалыпқа келтіретін бета-каротин бар. Ол кәрілікті тежеп, асқазан жұмысын жақсартады. Балық құрамында ағзаға қажетті барлық элементтер бар. Оның құрамындағы антиоксиданттар қимыл қозғалысын, координациясын жақсартып, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Сүт құрамындағы ақуыз, тырнақ, шаш сүйектердің қатайып, мықты болуына әсер етеді. Сүтте бар элементтер айранда да бар. Сондай-ақ айран ағзадағы зат алмасу жүйесін жылдамдатады. Айранды кешкі уақытта ішкен пайдалы. Кәне тыңдауымды тыңдадық, иә мұқият? Өзімізге қандай пайдалы тағамдардың пайдасы бар екен түртіп алдық, иә? Енді сендерде ақпарат бар, түртіп алдыңдар. Және сендерге не істеңдер деген соңында? Отбасыларына кеңес беріңдер деген, иә? Оны топтастыру арқылы міне қандай пайдасы бар екен, отбасымызға қандай кеңес береміз? Міне топтастыру арқылы біз жұмыс жасаймыз, иә? Топпен. Топпен жұмыс жасаймыз. Жазыңдар. Қай тағамның қандай пайдасы бар екен? Тек қана шахназ емес, сендер де былай жаза береміз, иә? Әдемілеп жазайық. Барлығымыз көмектесеміз. Алған пайдалы тағамдар туралы ақпаратымызды кеңес ретінде ұсынамыз, иә? Отбасымызға және қандай кеңес береміз? Түсінікті жазамыз. Жаза береді. Пайдалы тағамдар көп жеуге керек деп айтам. Пайдалы тағамдар көп жеуге керек. Ана әкеш мен жазамын. Жақсы, көппен жұмыс жасаймыз.
Yok pікіріңізді қосыңыз да қыздар. Шақта сен болсаң енді былай қарай бер. Лагермен ойласын да. Тоқтаймыз. Бірінші топ күтейік. Бірінші топ жұмысын аяқтасын. Сендер түсініп дайындалып отырамын да. Болсақ бізде қолжинақтар береміз, иә? Сендер дайындалып жақсы. Бәріміз топтық жұмысты аяқтадық. Кәне бірінші, екінші топ болды. Мұқият тыңдаймыз. Бағалаймыз кәне. Кәне ұстай ғой балауса. Ұстаймыз. Кәне жұмыс жасаймыз. Орам жапырақ көз көруін жақсартады. Теріні қалыпқа келтіреді. Жақсы. Зиянды тағамдарды жеп жүрмеуіміз керек. Пайдалы тағамдарды көп пайдалануымыз қажет. Және айран жаттарда ішкенде ұйқыны тыныштандырады екен. Жемістер мен көкөністерді көп жеуіміз керек. Сәбіз балалардың тісін қатайту үшін және бойын өсіру үшін өте пайдалы. Өйткені балалар өміріміздің негізі. Жақсы. Тыңдадық, иә? Ал сендердің топтарын тыңдайық. Кәне бірінші топты қараймыз. Балы қимыл қозғалысқа көмектеседі. Жақсы. Сүт адамның сүйегін қатайтуға кеңес берем. Орам жапырақ көздің көруіне көмек береді. Сәбізді жеуге кеңес беремін. Ойларыңыз өседі. Айран ол адам кешкі уақытта ішкен өте пайдалы. Пайдалы. Енді мен мынандай тапсырма беремін. Мынау біз қорғаған жұмысымызды алмастырамыз. Түсінікті ма? Алмастыру әдісі арқылы бір-біріміздің жұмысымызды бағалаймыз. Сендер стикер арқылы өздерің көңілдеріңе қандай жұмыс ұнады? Мына стикер тілшелерін не істейміз? Пайдаланып қоямыз, иә? Не қарай бейді? Бір тілшесін алып, өздеріңе ұнаған ақпараттарға тілше жапсырып, не үшін ұнады? Жұмыс не үшін ұнады? Айран, Дамира, ұнатты ба, өзің пікір айта ғой. Неде ұнады саған? Кәне, ұнаған жұмысқа өзіміз пікір білдіреміз. Болдық па? Жақсы. Дұрыс. Ал, сенде де болдық па? Тыңдайық енді. Бізге бұл отбасына кеңес берем тақырыбында бізге айран ұнады. Себебі оны кешкі уақытта тыныш жату үшін ішу керек екен. Сонда адамдардың ұйқысы тыныш болады. Жақсы. Сол ұнады, иә? Ал екінші топ. Отбасыма кеңес берем. Келесі топтың ұнағаны сүт адамның сүйегін қатайтады. Оған кеңес берем. Осы ұнады. Себебі сүт адамның сүйегін қатайтуға тырнақ шаштарын қатайтады. Жақсы. Біз бағаладық, иә? Яғни, бұл топтың кеңестерінің ішінен өзімізге ұнаған бір кеңесті алдық. Өте жақсы. Ал балалар, енді тақтаға қарайық. Біздің бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты синоним сөздерді пайдалана отырып, эссе жазу, мақала жазу болады, иә? Неде синонимдер болады екен. Тақтаға қарайық. Бізге диалог құруға, немесе эссе жазуға мынандай пайдалы тіркестер бердік. Пайдалы қазақ халқының ұлттық тағамдары, ас адамның арқауы,
дәрумендер денсаулығымыздың дәнекері. Міне осы тіркестерді пайдаланып, біз шағын эссе жазамыз. Эссеміздің тақырыбы денсаулыққа пайдалы тағамдар. Оның ішінде мына сөз тіркестері болу керек. Ал топтар сәттілік эссе жұмысын бастай қойыңдар. Жақсы, эссені жазамыз. Бүгінгі алған сабақтың өн бойында алған мәліметтерді осы эссе жұмысында пайдалана алады екенбіз. Жазамыз. Сендер Нұртілеуге эссе жұмысын жазуға көмек береміз, сөз тіркестерін мәтіндер айтып отырамыз. Жақсы. өте көп дәрумендер Дұрыс айта беремін. Эссеміздің ішінде дәлелдер болу керек, аргументтер болу керек, мына тіркестер болу керек екен. Тақырыпты аша білейік. Барлығымыз көмектесеміз, пікір қосамыз. Жақсы. Топтық жұмыс болғаннан кейін бір-бірімізге көмектесеміз, ойымызды қосамыз. Жұмыс болсақ, шапалақтап белгі береміз, Бұл шағын эссе жазамыз. Шағын эссе жазамыз. Уақытымыз жақындады. Эсселерді қорытындылап, жұмысты аяқтағанымыз туралы белгі берейік. Бірінші топ жұмысты аяқтады. Жақсы, сендер аяқтадыңыз. Енді эссені мұқият тыңдайық, тыңдап отырайық. Ас адамның арқауы. Пайдалы тағамдар адамның денсаулығына байланысты екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал біздің болашақтағы бағытымыз салауатты өмір салты. Дәрумені, витамині көп тағамдар жеу керек. Мысалы, сүт дәрумені көкөністерде, жемістерде, сүтте, бүйректе кездеседі. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегенді өсіп келе жатқан ұрпақтың санасына сіңіріп, олардың өз денсаулығына деген жауапкершілікті қалыптастыру баршаның борышы. Денсаулық дегеніміз адам жаны мен тәнінің амандығы. Дені сау болуын қандай адам қаламайды? Дені сау адам өзі үшін де, ол өмір сүріп жатқан қоғам үшін де керек. Қоғамдағы небір жұмысты да сол денсаулық иесі ғана атқарады. Денсаулық зор байлық деп атамыз қазақ бекер айтпаған болар. Әр адамның өміріне денсаулық орны бөлек. Сондықтан денсаулығымызға көңіл бөліп дұрыс сақтанғанымыз жөн. Пайдалы тағам жеп, адам аман есен жүру керек. Жақсы. Нұртілеу жақсы. Ал
әдемілеп оқимыз, анықтап оқимыз. Қазақ халқының тағамдары өте пайдалы. Олардың бірі қымыз. Қымызды пісіріп ішсең де, салма ретінде ішсең де пайдалы болып келеді. Ас адамның арқауы демекші, әр адам жемістер мен көкөністерді жеп жүруі тиіс. Біз қазақтар да дұрыс тамақтанып жүргенбіз. Адам сау болса, жанындағылар да көңілді болып жүреді. Және де әрқайсымыз пайдалы тамақ ішсек, бізде бақытты болып жүреміз. Ешқашан ауырмаймыз. Жақсы, отыра қойыңдар. Енді бұл есту жұмысын мен бағалайын, иә? Екі топ мүшелері, мен сендерге үлкен рахмет айтамын. Аз ғана уақыттың ішінде топтық жұмыс жасап, әрқайсымыз өз ойымызды қосып, есту жұмысын жақсы жазып шықтық, иә? Естенің ішінде тақырыпты аша білдіңдер. Екіншіден, мынау пайдалы тіркестерді дұрыс қолдана білдіңдер. Сондықтан екі топқа да мен үлкен рахмет айтам, жарайсыңдар деп бағалайын. Яғни балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай еді сабақ тақырыбымыз? Денсаулыққа пайдалы тағамдар. Енді олай болса, осы сабағымызды қорыту мақсатында мен сендерге бір жеміс жидектердің қима қағаздарын үлестіреме, мынаны аламыз. Ішінде көріңдер, қандай тағамдар бар екен? Көрейік. Қандай жеміс жидектер, қандай тағамдар бар? Көрдік па? Енді бер қараңдар. Көрдік, е? Шашып көріңдер, не бар екен? Жинақтамаңдар, көреміз. Енді балалар бер қараңдар. Көрсек бер қарайық. Мынау не? Адам ағзасы. Дұрыс айтасыңдар, адам ағзасы. Енді біз бүгін сабақтың өн бойында қай дәрумен адамның қай ағзасына пайдалы екендігін, қай ағзасына зиян екендігін жақсы танып білдіңдер деп ойлаймын, не? Олай болса, кәні тақтаға мына жерде қай дәрумен адамның қай ағзасына пайдалы, сол жерге әкеп жабыстырайық. Жерімдерің бар ма? Ал, жабыстыра қойыңдар. Жабыстыра беріңдер, қанқаға барып жабыстыра беріңдер, білеміз. Қай ағза қай жерге? Олар жолсана кіші жемістер жабыстырыңдар, оны емес. Әділет, сен не әкелдің? Жүзім. Адамның асы азамына. Дұрыс. Су да пайдалы екен, я? Дұрыс. Әке біле ғой жеріңмен. Жапсыра қойыңдар. Жеріндерін қайықта жапсырыңдар. Дұрыс. Жақсы, мерей. Жақсы. Дұрыс айтасыңдар, міне жаңғақтан бастап адамның ағзасына пайдалы жемістерді біз түгел іліп шықтық, е? Яғни, бұл адамның ойлау қабілетіне, бас сүйегіне, асқазан, іш құрылысына өте пайдалы екен. Енді қараңдар, менің берген үлестірмелі түрлі түсті суреттерім, жемістердің суреті, тағамдардың суреті бәрін ілдіңдер ма? Жоқ, ілген жоқ. Әлі пайдасыз тағамдар Дұрыс айтасыңдар. Пайдасыз тағамдар бар екен, е? Пайдасыз тағамдарды әкеп, мына жерге қоғыш жәшігіне сала қойыңдар. Дұрыс, су жоқ, тастық өнімдері салыңдар, дұрыс. Дұрыс айтасыңдар, міне. Жақсы. Мынау газдалған сусын, көрдіңдер ма? Газдалған сусын, дұрыс айтасыңдар, міне газдалған сусын. Асқабақ дұрыс па? Әділет қоқыс жәшігіне саламыз ба асқабақты?
бұл адамның ағзасына пайдалы екен. Мынау попкорн, жүгері қытырлар, балмұздақ, иә? Бұлар да адам ағзасына зиян екен. Жақсы балалар. Бұлар міне зиян тағамдарды біз қоқыс жәшігіне тастайдық, иә? Сонымен балалар, біз бүгін пайдалы тағамдарды өттік, түрлі синоним сөздерді, сөз тіркестерін пайдаланып, мәтін құрадық, эссе жаздық, иә? Енді сабақ аяғына жетіп қалған сияқты. Олай болса, кәні сабақтың соңына да жеттік біз. Енді бүгінгі сабағымызды бағалайық кәні. Енді кері байланыс сендер жасайсыңдар. Мұны тақтаға қараймыз. Иә. Бүгінгі сабақтан алған қандай құнды мәлімет алдыңдар? Сабақ қызық болды ма? Қиындық тудырды ма? Міне осыған енді жауап сендер бересіңдер. Кәне, топ мүшелері сабақты бағалайды. Бүгін мен үшін құнды, бүгін мен үшін денсаулыққа пайдалы тағамдар туралы ақпарат мен үшін бүгін құнды болды. Мен үшін қызық. Біз ойлап жүрген пайдалы тағамдардың да зиян екенін білдік. Мен үшін қиын бүгін ештеңе болған жоқ. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, Мадияр. Ал Мен үшін құндылық. Бүгін бізді денсаулыққа пайдалы жеміс-жидектер өтті. Мен үшін сол құндылық болды. Мен үшін қызық болғаны өзіміз қазірден бастап жеп жүрген тағамдарымыздың көбісі пайдасыз екен. Мен үшін ештеңе қиын болмады. Қиын болмады. Сабақ қызықты болды ма бүгін? Иә. Мәлімет алдық па? Иә. Енді балалар үйге тапсырма. Денсаулық зор байлық деген тақырыпқа мақала жазып келеміз. Кәне балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін, белсенділік танытқандарың үшін сендерге үлкен рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңыз.